Сәлем достар, бүгінгі менің жаңа пайдалы видеома қош келдіңіз. Бүгін сіздермен денсаулыққа өте пайдалы итмұрын жидектері туралы пайдалы ақпаратпен бөлісемін, және итмұрыннан жасалған сусынның дұрыс дайындалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін, мүмкін сізге осы видео пайдалы болып қалар. Итмұрын, яғни шиповник, раушангүлдер тұқымдасына жататын халық арасында танылған жабайы раушан деп аталады. Оның құрамында көп мөлшерде С дәрумені бар. Сондықтан иммунитетті көтеруге пайдалы шай, қайнатпа және тұнба түрінде қолданылып, иммунитетті күшейтеді. Қан тамырларын жақсартады және суық тиюден сақтайды. Шиповникті халық медицинасында, косметологияда және тағам өндірісінде кеңінен пайдаланады. Бұл шипалы өнім болғандықтан көбінесе дәріханалардан алуға болады. Өсетін жері орманды, дала, әсіресе таулы аймақтарда көп тараған. Итмұрын жидектері дәрумендер мен минералдарға өте бай. Олар әсіресе иммунитетті нығайту және жалпы денсаулықты қолдауға пайдалы. Шиповник жемістері С дәруменінің бай көзі, лимонға қарағанда 10 есе көп. Құрамындағы калий мен магний жүректің жұмысын жақсартады. Ас қорытуды жеңілдетіп, іш қатуды болдырмайды. Безеулерді азайтып, теріні сергек және серпімді етеді. Шиповник жемістерін мөлшермен және дұрыс пайдалану арқылы денсаулығыңызды нығайтып, ағзаның жалпы жағдайын жақсартуға болады. Шиповник жемістерін дайындау кезінде оларды металлмен тікелей жанасуына жол бермеу ұсынылады. Себебі шиповник құрамындағы С дәрумені, яғни аскорбин қышқылы, металлмен жанасқанда тез тотығып пайдалы қасиеттерін жоғалтуы мүмкін. Бұл әсіресе алюминий немесе темір ыдыстарда байқалады. Ал енді шиповник, яғни итмұрын жемістерін қолдану тәсілдерін айта кетейін. Бірінші, онымен шай дайындауға болады. 2-3 ас қасық кептірілген шиповникті жемісін жуып, 500 мл қайнаған суға салып 10-15 минут тұндырамыз. Судың температурасы 80-85 градус болғаны дұрыс. Кейін қақпағын жауып, жақсылап қалың сүлгімен орап, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ескерте кетейін, егер қайнатпа кезінде металл сүзгі және темір қасық қолдансаңыз, оны тек аз уақытқа қолданыңыз. Содан соң қайнатпаны шыны немесе эмаль ыдысқа құйып сақтаңыз. Және итмұрын мен тұнба немесе шай дайындайын деп жатсаңыз, шыны ыдыс ең қауіпсіз таңдау. Егер металл ыдыс қолданғыңыз келсе, эмальмен қапталғанын таңдаңыз. Керамикалық ыдыстарда жемістерді дайындауға өте ыңғайлы. Ал шиповникті тазалау немесе араластыру кезінде металл пышақ пен қасық орнына ағаш немесе азық-түлікке арналған пластик құралдарды пайдалансаңыз болады. Екінші тәсіл, онымен тұнба дайындауға болады. Кептірілген жемістерді жылы суда 6-8 сағат ұстап, содан кейін ішеді. Үшінші, жемістерден дайындалған шиповник сиробы иммунитетті күшейтуге өте пайдалы. Төртінші, компот, джем немесе пюре түрінде қолдануға болады. Шиповник жемістерінің қарсы көрсеткіштері. Бірінші, асқазан жарасы мен гастрит болған адамдарға болмайды. Шиповник қышқыл болғандықтан асқазанның қышқылдығын арттыруы мүмкін. Екінші, қан қоюлануы. Егер қанның ұйуы жоғары болса, жемістерді шамадан тыс тұтыну зиян болуы мүмкін. Үшінші, аллергия. Кейбір адамдарда аллергиялық реакция туындауы мүмкін, сондықтан бұл жемісті алдын ала аз-аздан проба жасап көру керек, және аллергия туындаса, оны мүлде ішпеген жөн. Бүгінгі ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау көрсеткеніңіз үшін алғысым шексіз. Егер арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз. Себебі осындай пайдалы видеолар менің арнамда өте көп. Сіздермен болған Кәусар, әзірге сіздермен қоштасамын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.